сәлем берейік, көңіл күйің қалай? Көңіл күйім жақсы. Здравствуйте. Естеліктерім. Біз білім инновация лицейінде оқушылар 24 сағат аптасына 7 күн біргеміз. Бір мектепте оқимыз, күнде біргеміз. Және де сенбі-жексенбі күндерде бірге бас қосып жиналып отырамыз. Енді мен ең есте сақталатын сәттерім осы сенбі-жексенбі күндері болады. Мысалы, біз ол күндері түрік тағамдарын дайындаймыз. Мысалы, тост, пиде, макүлбе сияқты көптеген тағамдар. Сол күндері оны біз активити деп атаймыз. Және де сол күндері біз аптаның соңында асыға күтеміз. Және сол күндері есте ең көп сақталатын моменттер. Айтса, осы 5 жыл оқыған кезде біз достармен талай қызықты өттік. Бірақ ең арасындағы айта тұрарлық деген бір жағдай болған. 9 жылда біз мемлекеттік емтихан тапсырған кезде жатақхана барлығы бос болды да, тек қана 2 сынып қана болды. 9-да және 9-да. Мен бәсімді оқимын және роботик бір жолдасым бар да, түнгі сағат 2-де біз балалармен футбольный поляға барып, таңғы сағат 5-ке дейін әңгімелесіп, базар құрып отырғанбыз. Так, самый яркий момент для меня был это тогда, когда мы и моя команда программистов поехали в Алмату на международную олимпиаду от имени нашей школы. Там мы провели несколько дней, сняли там квартиру и готовились все вместе. Я думаю, самое яркое воспоминание со школы — это момент, когда я поступил в лицей. Потому что когда я только пришел в лицей, я очень был испуган тем, что я перевелся в другую школу, вокруг очень много незнакомых мне людей. Но благодаря окружающим людям я понял, насколько эта школа, возможно, даже лучше, чем предыдущая. Я познакомился с новыми людьми, у меня появился воспитатель, с которым я могу поделиться своими секретами, проблемами. Он меня выслушает, поможет и поделится своим советом. Негізі өзім жастайымнан ғарыш, қоршаған орта сияқты түсініктерді өте қызығып оқитын. Мәселен 5-ші классқа дейін мен барлық елдердің 60%-ның астаналарын білгем. Сосын осы лицейге келген соңда география, биология, математика, астрономия сияқты пәндерді өте сүйем. Мерей, сенің сүйікті пәнің және мұғалімің және де неге? Мен осы білім инновация лицейіне келмей тұрып, қоршаған орта, табиғи құбылыстар, феномендер, солардың бәріне қатты қызығатын. Сосын мен 7-ші сыныпқа келе салысымен мен география пәні олимпиада оқушысы боламын деп шештім. Енді әлі күнге дейін география пәні бойынша олимпиада оқушысымын және көптеген жетістіктерім бар. Мой любимый предмет — это информатика, потому что я люблю программировать. Это мой любимый интерес и мое любимое хобби. Это английский язык. Я в 7 классе очень сильно полюбил английский язык, и когда наш учитель ушел, и к нам пришел новый учитель, я был испуган, и поначалу она показалась довольно строгим таким человеком, но со временем я принял это больше не как трудность, а как испытание. Я стал больше выступать на публике, и благодаря нее я смог развить свои слабые стороны. Келесі сұрақ, осы жыл сенің соңғы оқу жылың мектептегі, және сені қандай сезімдер толғайды? 7-ші классқа келген уақытын кеше ғана болғандай, 5 жыл зой етіп өтті. Енді қоштасатын уақыт болды. Әрине қимайсың, достарыңды қимайсың, жатақхананы қимайсың, асхана тамағын қимайсың. Кішкене өкініш бар. Өйткені 5 жыл бірге болдық достарымызбен. Енді жарты жылдан кейін университетке түсеміз. Ол университетте жаңадан бейімделу, жаңа адамдар, жаңа атмосфера. Бұндай естелікке толы күндер болмайды. Какое чувство тебя посещает, когда ты понимаешь, что это твой последний год учебы в школе? На самом деле это почувствовалось из-за карантина. Мы учились все дома, мы не были с друг другом. Получается, мы получали обычные лекции с помощью сайта, платформы. И так я понял, что вот такая будет примерно жизнь у меня в университете.
И это довольно устрашающе, потому что сейчас мы учимся, вокруг нас есть наши учителя, преподаватели, они могут тебя мотивировать, они будут заботиться о тебе, но когда мы поступим в университет, у нас будет более взрослая жизнь, и у нас будет больше ответственности, мы будем сами нести ответственность за свои действия. У меня очень противоречащие друг другу чувства возникают. Конечно же, мне очень грустно, что это мой последний год, так как я уже не увижу многих своих друзей после того, как уеду отсюда. Но также я рад, потому что я заканчиваю 11 класс и перехожу на следующий этап своей жизни, буду искать университет и иду вперед по своему пути к своей карьере мечты. Менің ойымша, қашықтықтан оқыту системасы оқушыларға аса үлкен проблема болған жоқ. Өйткені бұл керісінше мұғалімдер үшін үлкен қиындық болды. Өйткені коронавирус індеті біздің елімізге өте тез арада келді. Және де оқушылар 3-ші тоқсан каникулдар кезінде шықты. Және де осы 4-ші тоқсан басталмай тұрып, 2 апта ішінде мұғалімдер жаңа оқыту системасына бейімделу керек еді. Және де біздің мұғалімдер солай жасай алды деген ойдамын. Бұл мақтауға тұрарлық зат, меніңше. Ал оқулықтар жөнінде айта кетсем, қазіргі заман цифрлы заман. Және әрбір физикалық заттың цифрлық альтернативасы бар. Әрбір оқулықтың электронды оқулығы бар. Біздің күнделікті қолданатын күнделігіміздің электронды күнделік KZ немесе EduPage бағдарламалары бар. Және де онлайн оқу кезінде бізге мұғалімдер көп көмек ұсынды. Дәл офлайн оқу кезінде сияқты болды. Ал жалпы айта кетсем, үлкен проблемалар оқушыларда болған жоқ. На самом деле проблем было гораздо меньше, чем ожидалось бы, но одна из существенных проблем – это проблема интернета. Допустим, наша школа является областной, и значит в ней учатся ученики со всех регионов, да? И так получилось, что в регионах не самые лучшие соединения с интернетом, и у них были проблемы с подключением на урок. Но в целом было все неплохо, потому что у нашей школы есть свой сайт, на котором проводились уроки, EduPage. На этой платформе можно проводить уроки, оставлять задания для учеников и проводить как бы интерактивную доску. Сурет салу мектебін тәмамдағам. Сыныптан да бос уақытымда сурет салуды, кино қарауды, музыка тыңдауды ұнатамын. Менің басты хоббиім деп мен вокалдық ән айтуды санаймын. Өйткені 7-ші сыныптан бастап мен әрбір мейрамда, мерекелерде ән айтып жүремін. Ал қазіргі таңда менің көптеген жетістіктерім бар вокалмен. Менің мұғалімім бар, Назгүл апай, ол кісіге де көп рахметімді айтамын. Сол кісінің арқасында көптеген халықаралық деңгейдегі жарыстарда қатысып жүрдім. Большинство свободного времени я провожу за экраном компьютера. Если это не программирование, это может быть социальные сети, видеоигры. Но я получаю равное количество удовольствия и от программирования, и от других дел, которыми я занимаюсь за компьютером. В свободное время я увлекаюсь чтением, иногда занимаюсь дизайном, веб-дизайном и занимаюсь саморазвитием. Ол пландарымен бөлісетін болсам, мен қазір көптеген емтихандарға дайындалып жүрмін. Нуфипед, Назарбаев университетіне және де көптеген шетел елдеріне, мысалы Гонконг. Қазіргі таңда мен Гонконгтың 5 университетінің 3-еуіне түсіп қойдым. Біреуінде толық грант, біреуінде жоқ. Қазір енді солардың арасында таңдап, соларға дайындалып жүрмін. Солардың тестілеріне, солардың оқуына. Қазір негізінен мен жақсы оқу орнын таңдауды мақсат еткем. Осы Астана қаласының Назарбаев университетінде түскім келеді. Сонда менеджмент бағдарламасы бойынша специальность. Және сол болашақта бір шағын бизнес ашсам деген ой бар. После 11 класса мы будем сдавать, конечно же, важные экзамены, такие как государственные экзамены, ИНТ, я буду сдавать лично SAT. На эти экзамены мы все сейчас готовимся индивидуально. И я планирую после этого поступить в какой-нибудь хороший университет. Я еще не принял последнее решение, но
Я думаю, после бакалавриата пойду на магистратуру, после магистратуры найду себе хорошую работу, связанную с IT. Я подал в университеты за границу. Я думаю научиться там и перенять некоторые знания, которые в плане строительства зданий и построения инфраструктуры. Потому что часто гуляя по городу и замечаю, как все можно улучшить, сделать лучше. И я мечтаю о том, чтобы сделать нашу инфраструктуру более адаптивной для людей с особыми потребностями. Ага. А вот такой вопрос уже импровизационный от меня. Вот в Кокшетау какие бы, вот, например, по твоему видению, изменения бы можно было сделать? Я бы сделал город более доступным для людей с особыми потребностями. Я когда был как волонтер, я помогал одной бабушке, которая была привязана к коляске, да, и очень много было проблем с пандусами, переход дороги, допустим, улица Назарбаева, ты когда там переходишь дорогу, там очень мало времени для обычного человека, а для человека, который с особыми потребностями, это практически невозможно самому передвигаться по городу. Қырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтып кеткендей, бізді білім нәрімен сусындатып, бізге білім берген ұстаздарға көп ризашылығымды білдіремін. Өйткені ол кісілер бізді көп нәрсеге үйретті. Бұдан басқа біздің лицей жұмысшыларымызды да шын жүректен рахметімді айтамын ол кісілерге. Өйткені бізге жағдай жасап, біздің сапалы білім алуымызға еңбек еткен адамдарға да қажымас қайрат тілеймін, жұмыстарында табыс және мықты денсаулық тілеймін. Ең бастысы түн ұйқысын төртке бөлген әке шешеме, одан кейін осы 4-5 жыл бойы маған өз кеңестерін айтып, жақсы кезде де, жаман кезде де мен қасымда болған жолдастарыма әрдайым өз білімімен, ақылымен, кеңесімен беретін ұстаздарға алғысым шексіз. Я хотел бы поблагодарить всех своих учителей, всех обивших, всех работников лицеев, всем, кто помогал мне на этом пути в школе. Они все внесли большой вклад в меня, они помогли мне сформироваться как личность. Я хочу поблагодарить всех учителей, которые учили нас, начиная с 7 класса. Они сделали абсолютно отличную работу в обучении нас, а также в воспитании нас. Если бы не они, я бы не был бы таким, каким сейчас являюсь. И я очень благодарен своим учителям за это.